Вот, холстой. Onu mu kısmı? İyi mi? Bir kısmı ne? Айналайын, қазақ еліне көрсін. Кепсінің ішінде бар. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен Татар Нұрлыбай Ленин қаласы. Халқыма айтып сұрап жатқаным. Осы уақытқа шын айтсам бір жыл болып үкіметтен сұранып, жалынып жүргенімізге ше. Жалынып сұрап. Мынау статистика. Мынау статистика ағайындар, кім білмейтіндер. Біз мемлекетімізде, Қазақстан мемлекетіне төбе отырғандарға күніне 6000 теңге жұмсалады. Мынау қаңғыбас иттерге 6500 теңге күніне. Ана біздің болашағымыз балаларымызға мына тұрған баға 460 теңге. Бұл неше айтып жатқан? Бұл қолдап жатқан осы мәселені жүгіп жүрген Ғафар Танашева деген бар, мәжіліс депутатымыз. Bir жыл бойы шырылдап, bir жыл бойы 12 рет ұсыныс жасап деген біреуін қабылдаған жоқ біз мемлекетіміз ағайындар. Біз сол қоғам белсенділері көріп, ұсыныстардың заңсыздық дегеріп, кеңестіру несінде Ғафар Танашева көмек ретінде осындай қолдау жасап, Шымкент атынан 87 000 электронды форматта апарғанбыз. Және 3,5 мың қағаз ретінде канцелярияға несіне бәрін тапсырып не қылып, бірақ өкінішке орай біз мемлекетте сәл сөйлесең болды, сразу шаш алып бас ала деген. Мен осы не үшін барған үшін осы бір жылда 3-ші іс қозғап жатыр маған. Не үшін десеңдерші, Астанаға барып, жаңағы үкіметке түсіндіріп айтып, ағайындар бізге бар жоқ, АСП беріп жатыр. Бірақ бізде жемқорлық бізде іздеп кеткен. Білмеймін сөз табуға. Үйіне бір сиыр болса, бір 3 тауық болса бол бермейді АСП деген. Әлеуметтік көмек мақтанып жатқан жаңағы Светлана Жакупова мақтанып жатқан беріп жатыр. Беріп жатқан жоқ мінесілерге. Соны заң ретінде барып айтып түсіндірдім. Айттым, не қылдым, ешқан миын ауыртпай, 70 000 ай балаға бет болса несі қиын. Біздің болашақ балдарымызға 70 000 айына ол несібе ғой. Негіз бар жоқ, беріп жатыр жаңағы. Бір немен көмектер көп, бірақ ол бәрі кетіп жатыр қалтаға. Мен талай айтқам жемқорлық бар. Біздің төлбейдің өзінде қанша жемқорлық болып жатыр, АСП алмайтын. 3 сотқа бардым. 28 арыз ешқандай қаралмады. Міне сіздер ағайындар бізде болып жатқан оқиғалар. Мен соны талап етемін. Әр балаға миын ашытпай, ешқандай документ тапсырмай, ешқандай жаңа кедейлімін деп айтылмай, қазақ болсын, өзбек болсын, орыс болсын, кім болсын, Қазақстан азамат баласы болса болып, бәріне ай сайын 70 000 теңге беруге мен талап етемін. Тағы бір айтып кеткен ағайындарда, жаңағы АСП деген біз өкімет беріп жатыр ғой 100%-шы. 100% дегені, ол Ғафар Танашевтың сөзі, мен айтсам жалған айтқанда 100%-дан 7% АСП беріп жатыр. 92% қалталан кетіп жатыр. Міне, сендерге шындық. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мына жерде қазір соттан шықтық қазір. Нұрлыбай Татаевтың соты болды. Енді жарты сөзге көшетін уақытта енді прокурор өзіңіз сұрады, жарты сөзге дайындық керек деді. Мына жерде енді сотта болып жатқан мәселе бойынша кішкене тоқталып өтейін. Бұлардың несі кім адвокат екеуі, Нұрлыбай Татаев екеуінің ұстаған позициясы өте ыңғайлы, өзімізге ыңғайлы позиция болып отыр. Иә, толық мойындаймын, Әблязовты қолдадым, кезінде толық Әблязовты қолдағанымды мойындаймын деді. Жаңағы қалған несі сұлату үшін адам мәселе бойынша айтты. Өз дауысымызды жеткізе алмағаннан кейін Конституцияда жазылып қойған мәселе бар. Ондай жағдайда арыз тастап әкімшілікке бейбіт митинг, бейбіт жиналыс, бейбіт пикеттер жасауға құқылы екенін айтып осындай позицияны ұстады. Ал енді 4-5 стадияның примечаниясы бар, ескертпесі. Ескертпесінде оны көрсетіп қойған. Ескертпесінде анық қылып жазып қойған. Ол өзінің кінәсін мойындап, басқа қылмыстарға қатысы болмаған жағдайда іс қысқартуға жатады деп айтып қойған. Сондықтан бұлар қазір мойындадық, иә, онымен енді қарым-қатынасты тоқтаттық, түсіндік, экстремистік организация түсіндім, экстремистік организация табылғанын енді білдім, енді онымен ешқандай қатысым болмайды.
басқа қылмыстарға ешқандай қатысым жоқ. Сол себептен істі тоқтатуларыңызды сұраймыз деген мәселеге келіп тоқталды. Осы мәселе бойынша прокурорлар мен өзім ойлаймын, тығырыққа тірелді ғой деп ойлаймын бүгін. Сонымен олар үзіліс сұрады. Енді біз мына сотқа әлі де жаңа Қазақстан бар екеніне сенгіміз келеді. Сот әділ шешім осы бүгін келесі шығарған уақытта әділ шешімін шығарады деп ойлаймыз. Мына Татаевтың, Карима Қайдарбекованың көтеріп жүрген мәселелері мына өздерінің Қарахан басына жарату үшін ақша сұрап жүрген жоқ үкіметтен. Бұлар барса жаңағы әр балаға 70 000 теңгеден берілу керек деп, оның қандай источниктен шығу керек екендерінде бәрін көрсетіп, бәрін дәлелдеп, көрсетіп апарып беріп отырғаннан кейін халық қатты байып кететіндей болатын болса, үкіметті тыңдамай кетеді ме деген қорқынышы бар шығар. Сол себептен осындай мына өзіміздің елдің қасқырларының бәрін қазір түрмеге жабумен мемлекет айналысып жатыр. Енді біздің өзімізде бас көтеріп алатын елім жерім дейтін қасқырлардың бәрін қамап жойып тастайтын болатын болса, біз өзге елдің шиберлеріне қызығатын болып қаламыз. Сондықтан елім жерім деп жүрген патриот адамдарды бұдан тоқтатылсын, барлық тұтқындар болып жатқан Думан Мұхаммедкәрімді, жаңағы Жыланбаевты, Ержан Елшібаевты, көптеген қазір саясат тұтқын болып жатқан көптеген қазақтың елім жерім деп еңіреп жүрген азаматтардың бәрін тез арада босатуын талап етемін. Талап етеміз. Барлық саяси тұтқындарға бостандық берілсін. Өйткені біз заң бойынша әлеуметтік және демократиялық елміз Қазақстан. Қазақстанның заңы бойынша бізде демократия орнауы керек. Сосын сөз бостандығы болу керек. Өкінішке орай сөз бостандығы тапталып жатыр. Оның куәсі міне Нұрлыбай, тағы да басқа білесіздер белсенділер қамалып жатыр, тұтқындалып жатыр, қудаланып жатыр. Сондықтан халқым әрқашан демократияға ұмтылайық, өзіміздің құқықтарымызды талап етейік. Ең бастысы, соны талап етсек, бұндай мәселе болмайды. Мен болдым, сіздер кіммін? Ассалаумағалейкум, саламатсыздар ма, құрметті Қазақстан елі. Міне бүгін тағы да бір куәсі болып. Ассалаумағалейкум, саламатсыздар ма, құрметті Қазақстан елі. Міне бүгін тағы да бір қоғам белсендісіне жала жауып, бұдан 4 жылғы, 5 жылғы алдыңғы үкімдері шығып қойған, ақтап қойған сот үкімдерінің бәрін қайттан бәрін қозғап, 4-5 деланы біріктіріп, тағы да қайтадан айып тағылып атқан, яғни жалған айып тағылып атқанын, деп аузын ашқанның бәрін террористік жүріп жатқанға біз бүгінгі күнде тағы да куә болып отырмыз. Бұл жерде бұйрық бар дей береді. Мысалға келетті. Ол бұйрықты кім береді? Ол бұйрықты креслосына қатты неғылып жабысып отырған, айырылып қалмайын деп отырған әңгіменің ашығы министрлер береді. Оны ашық түрде өздері де айтқан. Мысалы, маған ашық түрде өздері айтады. Оны жасыратын жоқ. Ендігі жерде сонда біздің айтқанымыз халықтың мұң-мұқтажын жеткізген қай қылмыстық кодексте сол айып деп жазылып тұр екен. Мұң-мұқтажын жеткізуге болмайды ма екен сонда? Одан кейін жаңағы істі жүргізіп жатқан кезде видеообращенияны қайта сұрай берді. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап арыздар бойынша, өтініштер бойынша екі түрлі болады. Біреу ауызша, біреу жазбаша. Жазбашаны жаңа Татаевтың өзі айтып кетті, Нұрлыбай ағаның қалай өткізгенімізді, қалай жинағанымызды. Ал ауызшасы ол видеообращение. Видеообращение ол ешқандай заңға қарама-қайшылық келтірмейді. Рұқсат береді біздің конституциямызда және де басқа заңдарда. Әңгіменің бәрі бұл жерде 34 жылдан бері алдап сулап халықты. Одан жаңағы президентке деген отчеттар, президентті де алдап сулап өтірік отчеттар өткізіп келе жатқан. Президент пен халықтың екі ортасындағы вице-министрден бастап, оның 21 министрінің
одан қалды мына жақтағы әкімшілік собездегі солардың жалған отчеттарының кесірінің біз құрбаны болып отырмыз. Міне 5 жылда алайықшы, 5 жылдағы көрсеткіш 460 теңге. Неге бұл өспейді? Неге бұл түспейді? 460 теңге болып ұстап тұр балаларға бір күндікке есептегенде, онда да бұның ішіне Қазақстан Республикасының жаңадан туылған балалардың 18 жасқа дейінгі балалардың бәрі кірмейді. Бұл күндігі 460 теңгеден 13.800 теңгені бір айға, тек қана 4 баласы неден жоғары отбасылар, 4 баласы барлар, ал оның алдында 1, 2, 3 баласы бар отбасылар, олар мүлдем кірмейді. Дегенмен де осы 460 теңгені беріп атса да, осыған да 1, 2, 3 баласы бар отбасылар мұқтаж осыған. Неге біз алтын сандықтың үстінде отырып, осыншама қазба байлықтың, осыншама ресурстардың үстінде отырып, неге біз бұлай сотталу керекпіз? Өзіміздің балаларымыздың несібесін сұрағанымыз үшін неге біз айыпты болу керекпіз? Неге осының бәрін ішіп жеп, шетел асып кетіп жатқан, көзімізді бақырайтып қойып, көзіміздің алдында жеп отқан министрлер неге хотя бы біреуі сотталып, осылай соты ашық түрде болсын, жабық түрде болсын, неге бір рет болса да біреуі сотқа тартылған жоқ? Айтыңыздаршы. Осыны жоғарыдағы отқандар неге бізді арандатушы деп айтасыздар? Біз арандатушы емеспіз. Біздің айтып жатқан мәселелеріміздің бәрі халықтың шымбайына батқан мәселелер. Және де 34 жылдан бері істеп келген сіздердің жемістеріңіздің еңбегі бұл. Көріңіздер қандай екенін. Жолдың түрі анау, судың түрі мынау, неше түрлі заңдарды ойлап тауып атсыздар. Барлық нәрсе болып жатыр. Айыппұл енді осырғанымызға ғана бұл сөздің ұяттығы жоқ дейді. Айыппұл жоқ, қалған бәріне айыппұл бар. Жақында ол да болады. А десең, аузыңды ашсаң болды, сен экстремистсің, террористсің. Экстремист, террорист деген қандай болады? Бір Әблязовпен сөйлескендердің бәрі экстремист, террорист бола бере ма? 2021 жыл маған таққан осы айтты. Мен мүлдем қатысым жоқ, мүлдем онымен сөйлескен де емеспін. Бірде-бір соның видеообращениесін тыңдаған емеспін. Бірде-бір видео несінің астына даже мен комментарий жазған емеспін. 9 рет болды менің сотым. Сіз қанша рет болып тұр осы сотыңыз? 5-ші рет. Менікі 9-ші рет болды. 6-шысында мен дәлел сұраған кезімде нақты дәлел. Сөйтіп 7-ші сот өткізді, 8-ші, 9-шысында ешқандай дәлел жоқ деп жапты. Мысалға, ол мысалы біз қазір петициямен осы жаңа Қазақстан дегенге мақұл деп бәрін заңды істеп келе жатырмыз, заңды жүзде істеп келе жатырмыз. Заң жүзінде ештеңке бұзған жоқпыз. До того біздің заң жүзінде ештеңке бұзбағанымыз соншалықты бізге келіп құзыретті органның адамдары мы найдем дейді. Запистерде тұр, бәрі тұр. Жазылып тұр, скриншоттап алғанбыз. Біз не беспокойтесь дейді. Мы найдем дейді. Бірше орысша, біресе қазақша сөйлейді. Қалай бар солай айтып жатырмын. Өйткені менің қолымдағы дәлелім сол. Алаңдамаңдар дейді, тауып береміз дейді, табамыз дейді, мы найдем дейді. Сосын лично маған айтқандар, үйіңді алып қоямыз, балдарыңды тартып аламыз. Ол не сөз? Егер осылай сөз естігілерін келмейтін болса, министрлер, сендердің кесірі, ешқандай ол құзырлы өкілеттердің де несімес браталар, бір қолдары қышып, бір жерлерін яқып баратқан жоқ, бізді соттағысы келді. Амал жоқ істеп жатыр, көрініп тұр мына жерде. Қазіргі прокурордың даже не жазғандарын, қандай айып тағарларын білмей, бұрынғы нәрселерді алып келе берген. Олардың да соттағысы жоқ. Өйткені көріп жүр олар біздің қандай екендерімізді. Сендер оларға бізді осындай деп жамандап тастаған. Сонда сендерді кім соттайды екен, айтыңдаршы. Сендер кім соттайды? Сендерге сот жоқ деп ойлайсыңдар ма? Үстіп жүре берем деп ойлайсыңдар ма? Сонда сендер Қазақстан Республикасының бүкіл пособияларына қатысты мен айтып кетейінші. Кім еді жаңа Светлана Жакуповна, одан кейін анау кім Тамара Дүйсенова. Сіздер отырып алып біз беріп атырмыз деп 5 түрлі бағыттағы 5 түрлі пособияларыңызды айта бересіздер. Жаңағы нені, жәрдемақыны. Оның бәрі біріншіден мардымсыз, өмір өспейді, мында тұр соған дәлел. 5 жылдан бері 460 теңге. Неге өспейді бұл? Иттікі тұр 6,5 мың бұл. Түрменікі тұр 6 мың бұл. Баланың да, адамның да несі иттен төмен болып тұр ғой мына жерде. Үлкен адамдікі де түрмеде отқан, кішкентай баланыкі де сыртта шырылдап отқан. Біздің өскелең ұрпағымыз. Негізі әрбір өзінің болашағынан үміт күткен өскелең ұрпақтарынан өскелең несінен ұрпағынан үміт күтіп отырған мемлекеттер инвестиция құю керек балалардың, өскелең ұрпақтардың болашағына. Ол инвестицияны қалай құяды? Ол инвестицияны 18-ге толған кезде деп жылына $100 салып, оны жаңа ғанандай виртуальный қылып қоймайды. Қолына береді сол ақшаны.
ол бала жақсы тамақ ішу керек, денсаулығы жақсы болу керек, жақсы киім кию керек, өзінің талғамы болу керек. 18-ге толам дегенше бала ешқандай өзінің мемлекетінен бұндай қысым көрмеу керек. Ешқандай қысым көрмеу керек. Өзінің талғамы, өзінің несі болып, өзі бір тұлға болып қалыптасу керек. Міне, сол кезде барып, қазіргі таңдағы мынау бізді айтады бишара деп. Жоқ, біз бишара емеспіз. Халық бишара емес. 85 мыңмен өлігін көміп отқан, тойын жасап отқан, туғандағы тұсауын кесіп отырған, жаңағы продуктысын алып жеп отырған, машина мініп отқан, 85 мың теңгеге қанағат қылып өмір сүріп отқан халыққа рахмет. Халық бай екен қайта. 3 миллионнан айлық алып отқан тойымсыз басшыларымызға қарағанда таза бишара солар. Міне осылай өскен олар. Түк көрмей өскен. Сөйтіп барып аш көзденіп өліп жатыр, бүйтіп өліп жатыр. Біздің келешек билікті басқаратын ұрпағымыз олар ондай болмаса екен дейміз біз. Одан кейін өзінің мемлекетінен поддержка көрген бала ол патриот болып өседі. Ертеңгі күні өйстіп билікке келген кезде мыналар сияқты аш көзденіп өздерінің құлқындарының мүддесі үшін емес, халқының мүддесі үшін қызмет ететін болады. Себебі көйлегі көк болып, қарны тоқ болып, дені сау болып өскен бала өзінің халқына да ертең соны қалайтын болады. Ал біздікілер 30 жылдың 10 жылын жоққа санай салайық, жарайды, аяққа тұрамыз, үйтеміз, бүйтеміз деп жаңа мемлекет болу мүмкін емес. Одан кейін осы 20 жылда алайықшы, 10 жылда құйтырқы жолдарын ұйымдастырды, қалай жейміз, қалай не қыламыз деп, тонаймыз бюджетті деп. Одан кейінгі 10 жылда міне әдемілеп не қылып, не только халықты, Қазақстанды тақырға отырғызып жатыр. Не деген сұмдық бұл. Біз артқа қайтпаймыз, осы 70 мыңның мәселесінде тұрамыз біз. Біздің ақмақтығымыз 2019 жылы, мына АСП-ны да айтып кетейінші, 2019 жылы аналар бас көтеріп шыққан кезде, мына 5 сәби шетінеген кезде, өртеніп өлген кезде. Сол уақытта біз шықтықта арам ойымыз болмапты, әлде де билікке сенген екенбіз біз сол кезде, аналар ше. Ол кезде біздің сенгеніміз, ақмақтығымыз нада болып тұр. Біз АСП-ны сұраған жоқпыз. Біз бардықта тек қана халықтың жағдайы көтерілсін, мына қымбатшылық төмендесін дедік. 5 жыл бұрын. Енді қазір 5 жылдан кейін 2024-те сол жағдайға біз қайтып келіп отырмыз. Мына нәрсе 460 теңге сол кезде болған. Содан әлі тұр. Почему-то бәрі қымбаттап өсіп жатыр. Именно зейнетақы, жәрдемақы, жаңағы нелер өспейді. Балалардың пособиясы, ондай нәрселер өспейді, ал басқасын бәрі қымбаттап жатыр. Менің айтқым келгені сол кезде біз шарт қоймаппыз. Гаухар Танашеваның қазіргі 70 бала басына, отбасындағы бала санына қарамастан әрбір балаға 70 мың теңгеден берілсін, және де жаңағы беріліп жатқан дагода бар. Қыздар қандай еді? Жаңа ошым сол 5 түрліне тоқтап, соның орнына осы берілсін деп сұраған кезде біздің ақмақтығымыз осылай шарт қоймаппыз, біз шарт қоя білмеппіз. Мынау ұзағынан қарап көрмеппіз, билікке сеніппіз. Ал енді АСП-ға тоқталатын болсақ, бұл АСП ешқандай пособияға жатпайды, ешқандай жәрдемақыға жатпайды. Бұл адресная социальная помощь, атаулы әлеуметтік көмек, бұл бомждық халге түсіп кеткен адамды, ауыр тисе кешірім сұрайын, бомждық халге түсіп кеткен адамды сол бомждық халден шығарып, орташа неге жеткізіп, яғни бұрын ол кімдерге берілетін, жаңағы отбасынан ажырасып кеткен, үйі өртеніп кеткен, далада қалып кеткен сол отбасыларға берілетін тұғын, соны бар бір жерге орналастыратын, сол кезге поддержка береді, оны жұмысқа тұрғызады дағыны, екінші айлығын аламын дегенше, бірінші айлығын не қылмайтын, екінші айлығын алып, ары қарай өзі квартира жалдап, сөйтіп кетем дегенше, бұл сондайға арналған бағдарлама, яғни бұл на черный день дей ма? Былайша түсіндіргенде солай болады. Бұлар алтта соны жәрдем ақы дей салды. Болды. А бұл АСП түбегейлі тоқтатуын талап етеміз. Себебі бұл ешқандай жәрдемақыға жатпайды. АСП-ны қандай жәрдемақыда өзгеріс болса да АСП қалады деді. Оны түсіндік, не үшін қалатын? Өйткені осындай на крайняк қалып кеткен жаңағы нелерге, отбасыларға, сондай неде қалып кеткен, жағдайда қалып кеткен адамдарға, машалла, рас екен, сөздің жаны бар екен. Соған не істейді екен жаңағы, арналған екен. Тура сол қалпында қалуға біз қарсы емеспіз, бірақ дәл мынандай жағдайда берілуіне біз қарсымыз. Өйткені доход сұрайды, өтірік доходтарды жазғызып жатыр. Нешеме адам бар маған жазып жатқан. Былтыр өткен 90-да сен
15 мың жазында, бұл 90-да 30 мың көрсет, сен доход көрсетпесең мен бере алмаймын дейді. Негізі доходы жоқ адамдарға беріледі бұл. Одан кейін тағы да бір айтып кететін мәселе, балалардың пособиясын, жәрдемақысын доходқа есептеген. Неге мемлекеттен бірдеңе алатын болсақ, оның бәрі доходқа есептеледі да сен бай болып шығасың. Ал енді өзіміз барып, өз немізбен мысалға банктен үй аламын десең, барып ипотекамен, сенің нең доходқа есептелмейді. Банктен кредит алайын десең, доходқа есептелмейді да. Ал АСП жаңағыдай басқа нәрселерге келгенде, ол нелер балалардың жәрдемақысы неге есептеледі? Доходқа. Надо в этом определиться. Бір жағына қарай шығару керек бұны. Либо доход қылу керек, либо доход қылмау керек бұны. Ешқандай логика жоқ бұл жерде. Сосын осы жаңа 70 мыңның мәселесінде не қыламыз дейді, анау медиандық айлық табыс көрсеткіш есебіне көшеміз дейді. Біз қарсымыз түбегейлі оған. Одан кейін социальный картаға да біз қарсымыз. Біз жалпы Қазақстандағы кедейшілік шегі бар дегенге біз намыстанамыз. Біз қарсымыз соған. Күресіңдер кедейшілік шегімен. Күресе алмайсыңдар ма? Күресетін адамдарға орындарыңды босатып беріңдер. Әңгіменің ашығы. Босатып беріңдер. Хотя бы біреу, екеу, үшеу болып ауыссаңдаршы, не деген сұмдық. Кейінгі барған депутаттар да айтып отыр. Бір жылдан бері жауап аламаймыз деп қояды. Біз мынау жазамыз халық болып, неше жылдан бері жауап ала алмаймыз. Бір жылдың ішінде 12 әлеуметтік талап қойылды. Бәріне жоқ деп жауап берілді. Сонда бізге не істе дейсіңдер? Біз әлде де заңмен істеп жатырмыз. E-петишн шығарып қойдыңдар. Оған дейін бардық. Сонда сендер әшейін мазақ қылып ойнап отырсыңдар ма? Бір жағына қарай шықсаңдаршы, осы уақытқа дейін жедіңдер, алатындар, алдыңдар, болыңдар, тойған қоздай. Енді былай қарай кетсеңдерші, жұмыс істейтін адамға берсеңдерші нелеріңді. Зорлық зомбылық заңына да біз қарсымыз, оны да айтып кеткім келіп отыр. Зорлық зомбылық заңы ол Қазақстанда ұлт жүзінде жоятын заң, бізді ұлтымызбен түбегейлі қысқаша тоқталып кетейін. Осы 70 мыңды жоқ, жетпейді деп 35 мыңнан бір деп жыртқыштап, 40 мыңнан бір берем деп жыртқыштап, керек жоқ. 70 мың дедік па, 70 мыңда қаламыз. Одан кейін, егер біз шілдеге дейін күтіңдер деді, егер шілдеден кейін алатын болса, онда біз 140 мыңнан талап етеміз дегенбіз. Енді біз 140 мыңнан талап етеміз. Себебі оған мынаны келтірем. Осы зорлық зомбылық заңның ішінде кәсіби отбасы деген бар. Сол кәсіби отбасына асырап алған ата-аналарына 250 мыңнан, ал бала басына 34 мыңнан, яғни ол отбасыға 4 баладан береді екен да, 621 мың теңге кіреді екен ай сайын. Оны сен туған отбасында балаңның жағдайын жасай алмайсың деп алады екен дағыны, ана жаққа барып басқа отбасының жағдайын жасап соған апарып береді екен. Сол түбегейлі тоқтасын, артқа қайтарылсын, мынау кәсіби отбасы деген мүлдем жойылсын. Кәсіби отбасына деп бөлінетін ақша бар екен ғой бюджетте, міне жоқ емес. Ешқандай медианлық табысты да іштеңкенінде күтіп атқан жоқ. Қазіргі, былайша айтқанда, қазіргі нормативтік тарифтермен, қазіргі немен берілген жатыр. Соны тоқтатып, өзінің отбасына берсін соны. Әр бала басына берсін 250 мыңнан ақшалар тасып баратқан болатын болса. Біздің көзіміз жетті, бюджетте ақша бар екен. Светлана Жакуповна, Тамара Дүйсеновна, орындарыңызды босатуын талап етеміз. Кеше жақында бір не көріп қалдым, жиналыс көріп қалдым да. Бізде 1 миллион адам кішкентай балдар кедейшілік өмір сүру не жасап жатыр уже ақпарат. Болашағы жоқ деп есептеп кәдімгідей сен ойла 20 миллион халық ішінде бізде 4-5 миллион кішкентай бала екен. Соның 1 миллион кедейшілікте өмір сүріп жатыр екен. Ол не деген түсіндік? Осыны алтын сандықта не өмір сүріп сөзін ашсағайындар 30 жыл болды, шыдадық, не қылдық. Мен білемін, мен тұрып жатқан мемлекет Қазақстан бай. Ураным бар, газы бар, несі бар, бәрі құдайға табисы менделері бар, мен білмейді қанша не бар. Соны жепсін бермесе, мынандай мемлекет маған керек жоқ. Өз балаларын ойламайтын. Как армияға керек болса, балдар керек. Как не өсе, балдар керек. Көшеден сабап кетті. Ақша төлеген кезде, ақша жоқ. Тағынды кім анау біреу? Бір идиот айтқан еді ғой. Балаң мен үшін тудың ма деп. Балаң кім үшін тубайды? Мемлекет болған соң адам болу. Адамы қашан пайда болады? Баладан пайда болады. Бала болашақта министр болады, болашақта жауынгер болады, болашақта может президент болады, болашақ. Болашақта табыттың егесі жоқ. Любой мемлекет, мен көріп қойын басқа айтады, басқа шетелде бар, шетелде бар. Любой мемлекетте кішкентай балаларға инвестиция салады. Баласы өмір сүрсін, денсаулығы күшті болсын деп. Мақорымен өскен бала, ол сауатты болмайды, ағайындар, сөзін ашығайын. Мен талап етемін, осы сотталып кетсең де, не алып кетсең де, әр балаға Қазақстан азаматының несіне 18 жасқа толғаннан бастап ай сайын 70 берілсін.
бізді билікке қарсы дей береді. Енді біздің іс әрекеттерімізге қараңыздар. Біз бәрі заңды түрде петишнді да кеше ашылды, соған дейін істеп жатырмыз да. Сонда сол заңсыз әрекет па? Өздеріңіз ойлаңыздаршы. Заңсыз әрекет деп сіздер не қалай түсіндіріп бере аласыздар осыны? Біздің қандай заңсыз әрекетіміз бар? Мына уақытқа дейін күтіңдер, күтеміз. Петиция жазып бергеннен кейін мынанша уақыт қаралады дейді. Жарайды, күтеміз. Біз не бір көшеге шығыңдар деп біреуге айтып жатырмыз ба? Қолымызға қару алып шығып жатырмыз ба? Мысалы, мына Татаевқа да сол нені іліп жатыр, 4 жыл болды дейді. 4 жылдан бері біреуін көрдіңдер ме осының қару ұстап жүргенін, бір ұрандатып жүргенін көрдіңдер ме? Бір террористік нәрсе көрдіңдер ме осыдан? Елдің алдында жүр ғой. Бұрын қаралып бітіп қойған делолардың бәрін қозғап. Жаңа Қазақстан деді ма, поддержка беріп жатырмыз барынша. Бізді де естіңдер, бізге де жаңа талаптарымызды орындап беріңдер. Егер оған шамаларың жетпейді ма, білімдерің жетпейді ма, өздеріңнің нелеріңді жаңағы жұмыстарыңды кәсіби деңгейде атқара алмайсыңдар ма, пожалуйста, орындарын босатыңдар. Незаменимых людей не бывает. Отыратындар бар. Елді көркейтетіндер, жаңа өскелең ұрпақты алға қарай сүйрейтін нелер бар. Бізде басшылар бар. Солар отырсын, орындарын босатыңдар. Болды. Жақсы қазақ елі, сол бірлікте болайық, талапты болайық. Мен сендерге анам айтпайын, но әр бала осындай сөзің ашық, ұят, бүкіл әлемнен ұят. Біз бай мемлекет өмір сүріп ағайындар, біз Африкадағы кедей мемлекетіміз. Біз өте бай мемлекет Қазақстанда өмір сүріп жатырмыз. Мен ойлаймын, соны төбедегілер ақша жететін әр балаға жепсін беріп еді. Қиналмай беріңдер. Сұраған болмаса жырып аламыз сөздің ашығы. Мен атам айтып еді, халық талап етсе, патша түйесін сояды дейді. Я түйесін соймай-ақ не алып жәнмеге келіп, арамызда не Жасасын қазақ елі. Қолдаңдар, министрлер қолдаңдар, ят болады. Татаевқа бостандық, жала жабылып неғыл жатқан ісі тоқтатылсын, нағыз демократия орнасын. Нұрлыбайға бостандық берілсін. Бостандық ісі тоқтатылсын. Бостандық жырып аламыз. Егер Татаев сотталып кететін болса, онда халық кешірмейміз. Нұрлыбайды соттайтын негіз жоқ, ешқандай негіз жоқ. Ешқандай, бүгін дәлелденді. Дәлелде жоқ. Соттың да көз жетті, адвокаттың да прокурорлардың өздері де сасқан үйрегі ақпен сүңгейді деп дестерлерін білмей қалды. Негізсіз екенін көріп отырмыз. Дәл осылай негізсіз түйістіп кете беретін болса, елімдерінде жүрген белсенділеріміз заңды түрде қозғалып жүргендер заңсыз емес, заңды түрде. Онда біз ары қарай кешірмейді екенбіз, кешіре алмайды екенбіз. Бостандық Татаевқа. Өзіміздің еліміздің батырларын қорғайық, халқым. Өзіміздің еліміздің батырларын. Ертең шетелдің қорқауларын неғып жүрмейік. Ағайындар неғабында сөзін ашып мен осы 2 жыл болды уже қысым көріп. Мен бар Әлихан Бөкейханның несі, Ахмет Батыризмін көпті де. Қиын емес дейді. Түрмеге жатқаны қиын емес. Мені дады асқаны атқаны дейді. Ең қиынды өз ауылдың иттері үріп қаққаны дейді. Ағайындар, мен қазақпын. Мен қазір қысқы болған қазақ. Жүстірсі жоққан прокурор қазақ, Астанадан жіберген приказ қазақ, Шымкентте дөбеде жіберген мен сот аздеген адам бәрі қазақ. Мен ағайындар 37 жыл болып отыр, тұр солай. Бірақ сендерге әлі мүмкіндік бар, ол кезде сөзін ашып бәрі қараң халық болдық. Көздерін ашыңдар. Бұрын заман өмір сүріп не жер қазір болды, өзгеріс керек бізге. Заң ретінде несін бәрі өзгермесек, міне 30 жыл болды, міне жүрмісіміз. Күнкөріс 1 миллион уже кішкентай балалар күнкөріспен өмір сүріп, кедейшілік деген нелер сындық ағайындар. Болашаққа не қалдыратынбыз? Бұнда өмір сүрмеген жасы, ол жаңа мал сияқты қарын тойдырып қойып, киіндіріп қойған не пайда? Білім керек, ілім керек, білімді жабық бізде болашақ керек. Болашақ керек. Жарқын болашақ керек. Академия наук деген болған бізді Алматыда жауып тастады. Бәріміздің ойлайтынымыз келесі біздің ұрпақтың болашағы, басқа бізге ешқандай алтынның керегі жоқ. Келесі біздің ұрпағымыздың болашағы. Соны ойлайық. Біз ойламасақ кім ойлайды онда? Соны ойлайық, халқым, мен сіздерді шақырамын соған. Өз қолымызбен балаларымыздың болашақ, өскелең ұрпағымыздың болашағын өз қолымызбен көмбейік. Азаматтар, бұл не емес, бұл қозғалыс. Несібенің қозғалысы. Ол қозғалысы қосылам деген болсылар, телефон бар, Фейсбукта Татаев Нұрлыбайдың шыға береді. Қосылыңдар. Еш болмаса, болашақ үшін бірісі қалдырып кетті ағайындар, болашақ үшін. Айтады немерелеріңе, ата, біз бай мемлекет өмір сүрген едік сол кезде, не макарон жедім. Сен қыста жұмыс жоқ кезде, шабашқа істеп жүрген кезде мен неге макарон жедім деп, я ананас жема деп бетіңе айтқан кезде ұялмау үшін ағайындар не себесін алып берейік жас балалардың. Татаевқа бостандық, алға Қазақстан.
Осы кім кім менікі екеуі де менікі мынау менікі ғой а мынау